жеңіс күніне орай барша қазақ халқын жеңіс күнінен құттықтаймын. Соған орай менің ұлы атам Жексенов ақын соғыс ардагеріне мына өлең жолдарын арнаймын. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата бабам қан берісіп шайқасқан, ата бабам намыс бермей айқасқан. Мамыр жеңіс күні құтты болсын. Ұлы отан соғыс ардагері Сағадиев Мұхамедиян ұлы атама өлең жұрнақтарын арнаймын. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жасы өлерген көздерге, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлардың рухы мұра біздерге. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Ұлы отан соғыс ардагері Құлмағамбетов Қаппас ұлы атама осы өлең шумақтарын арнаймын. Жеңіс күнін қарсалайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Мамыр жеңіс күні құтты болсын. Ұлы отан соғыс ардагері Садуақас Абшахман ұлы атама осы өлең жолдарын арнаймын. Отаным бар, одан бар, мақтанатын Қазақстанды сүйемін, мақтап атын. Бізді осындай егемен ел болсын деп, Қазақстанда шығарған жастар атын. 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Ұлы отан соғысының ардагері Закиров Хадис ұлы атама осы өлең шумақтарын арнаймын. Көрдік сіздерді жайлап құшақ, елес етіп жанын қиған құрбандарға. Қарсы аламыз үлгі тұтып, майданды көрген біз өмір берген аталарды.